Баршаңызға сәлем, сіздермен тілгеспек жоқ. Қазақстан жаңалықтарына тәуелсіз көзқарас. Және оның жүргізушісі мен журналист Әсем Жапишева. Кеше түнде Сатпаев тұрғындары көшеге шықты. Олар 5 жасар қызды ұрлап, зорлады деген күдіктіні жазаламақ болды. Күдікті қамауға алынған. Алайда Сатпаев тұрғындары қылмыскерді өздеріне тапсыруды талап етіп жатыр. Одан басқа дүниежүзілік банк болашақта Қазақстан экономикасының жағдайы қалай болатыны туралы жаңа болжам жариялады. Ресми мәліметтерге сәйкес 800 мыңнан астам қазақстандық кедейшілікке тап болады. Бүгінгі шығарылымда Сатпаевтағы жағдай, денсаулық сақтау министрлігінің ойлап тапқан жаңа айласы, жәрдемақы ретінде зейнетақы қорынан қаражат алу ұсынысы және 2 апталық карантиннің нәтижесі мен алдағы уақытта карантиннің қалай болатыны туралы сөз қозғайтын боламыз. Бірақ бастамас бұрын сізден осы каналға жазылып, видеоға лайк басып, бөлісіп, міндетті түрде пікір қалдыруыңызды сұраймын. Рахмет, кеттік. Сонымен кеше және бүгін түнде Қарағанды облысындағы Сатпаев қаласында жан түршігерлік оқиға орын алды. 5 жасар қыз жоғалып, кейін көршісінің үйінен табылған. Журналист Айсұлтан Жақыпов болған оқиғаны былай сипаттайды. Бүгін кешкілік әлеуметтік желілерде Айсезін есімді 4 жасар баланы ойнап жүріп, жоғалғаны туралы хабар тарады. Артынша қаладағы полиция, өкілетті органдар, волонтерлар іздеуге шықты. Сағат 1-дің кезінде табылды деген хабар келді. Бала 5-ші қабатта тұрады екен. Сол үйдің 1-ші қабатынан шығыпты. Жұрттың аузында 70 жас шамасындағы шал адам жасырып ұстаған деген әңгіме жүр. Жедел жәрдеммен ауруханаға жеткізілді. Қала басшысы келді. Елдің тарқайтын түрі жоқ. Түні бойы қалада ызаланған халық тарамады. Полиция ұлттық гвардия жасағын тартуға мәжбүр болды. Айсұлтанның өзі халықтың тарамауының себебін былай түсіндіреді. Билікке деген, жалпы заңға деген сенімін жоғалтқан халық әуелі 200-300, одан кейін 500-700, тіпті 1000-ға дейін жетіп қалды деп айтады. Біраз уақыт алаңнан тарамай қойды. Өзіміз жазалаймыз, сендерге сеніміміз жоқ деп. Елімізде 2 оқиға орын алды. Ең алдымен Түркістан облысының Шорнақ ауылында жастар арасында тұрмыстық жанжал болды. Екі жақ бір-біріне тас лақтырып, нәтижесінде бір учаскелік инспектор мен 3 тұрғын жарақат алды. Оқиға орнына дереу жеткен полиция учаскелік инспекторы жарақат алғанына қарамастан заң бұзушылықты жолын кесті. Жедел іздестіру шаралары барысында жанжалға қатысқан бар 4 азамат анықталып ұсталды. Екінші жағдай бойынша 23 шілде күні кешкі сағат 9-да Сатпаев қаласында ішкі істер басқармасына 5 жасар қыздың жоғалғаны туралы арыз түсті. Дереу іздестіру нәтижесінде бүлдіршін қаладағы бір үйден табылды. Жас қызды зорлады деген күдікпен бір азамат қамауға алынды. Бірақ бірнеше адам күдіктіні өз қолдарына беруді талап етіп, жанжал шығарды. Бұзақылық жасап, полицейлерге қарсылық танытты. Тәртіпсіздікке жол бермеу үшін қосымша полиция күштері тартылып, жағдай бақылауға алынды. Естеріңізге сала кетсем, бұл Сатпаев қаласындағы осындай бірінші оқиға емес. 3 жыл бұрын дәл осы күні басқа 5 жасар қызды 50 жасар ер адам зорлаған болатын. Ол кейін өмір бойы бас бостандығынан айырылды. Оны ұрып соққан 2 полиция қызметкері болса, жұмыстан шығарылды. Басқа ақпарат бойынша оларды 2 жылға түрмеге отырғызған. Біз Сатпаев халқына қосылып әділдік талап етеміз. Халықтың шығып жатқаны ең алдымен тәртіп сақтау органдарымен билікке сенбеушілігін көрсетеді. Кішкентай қызды зорлаған адам химиялық кастрацияны өтіп, түрмеге өмір бойына жабылуы тиіс деп ойлаймын. Басқа жаңалықтарға келер болсақ, Дүниежүзілік банк Қазақстандағы болашақ экономикалық жағдайды бағалады. Олардың болжауынша Қазақстанда келесі жылы тағы да 800 мың адам кедейлікке тап болады. Мұндай болжамды дүниежүзілік ұйым шығарғаннан кейін қисынға келетін деректер бар деп есептеймін. Негізгі айтқан мәселеге тоқталып өтейін. Дағдарыс Қазақстандағы кедейлік деңгейі мен теңсіздіктің өсуіне әсер етуі мүмкін. Алдын ала бағалаулар бойынша кедейлік деңгейі 2020 жылы болжанған 8,3%-дан 12,7%-ға дейін артуы мүмкін. Бұл бойынша тағы да 800 мың адам кедейлікке тап болады. Ковидтің әсерінен соңғы 20 жылдағы ең үлкен дағдарыс болады.
Елде экономикалық дағдарыстың болуы таңғалатын нәрсе емес еді. Бұл уақытқа дейін қаражаттың оңды-солды жұмсалып жатқанын да көрдік. Үкімет бізге жақсы жасаймын деп үнемі қара бет болып қала беретінде жалықтырды. Бұл менің сөйлемім емес, бір шенеуіктің айтқаны. Назарбаевтың туған күніне болған отшашу естеріңізде шығар. Ұмытатында жағдай емес. Бұл туралы Дәурен Абаев, бұрынғы информация министрі, кенеттен Фейсбукте жаңа пост шығарды. Естеріңізге сала кетейік, ол енді коронавирустың баспасөз хатшысы емес, президент әкімшілігі басшысының орынбасары. Біз қиын жағдайда адамдардың рухын көтергіміз келді, бірақ біз керісінше артық қыламыз деп тыртық қылдық. Бұл жазбаның бір қызығы, жақсы нәрсе жасағымыз келді, бірақ бәрі әдеттегідей болды деген мағына беруі. Бұл отшашу идеясының сәтсіз аяқталғандығын мойындау. Елде кризис орнап, азаматтар ақшасыз қалып, 42.500 теңгеге өтініші қабылданбағандар көп. Оның үстіне үкіметтің азық-түлікке деп бөлген 5,5 мың теңгесі де елдегі жағдай мен баға туралы хабардар емес екенін білдірді. Тіпті мазақ қылғандай болды. Бірнеше күн бұрын бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры жанындағы кеңестің бірнеше мүшесі еленбей қалған, алайда көңіл аударуға тұрарлық ұсыныс жасады. Олардың ұсынысы пандемия кезінде қазақстандықтардың қаржылық проблемасын шешу үшін зейнетақы жинағынан 10% ақшалай алуға мүмкіндік беру. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры жанындағы қоғамдық кеңестің жетекшісі Евгений Сипульник былай дейді. Жағдай ең болмағанда қартайған кезде пайдаланатын жинаққа деген көзқарасты өзгертуге және оларды азаматтарымызға қаржылық қиындықтарды жеңуге көмектесетін әдіс ретінде қарастыруға мәжбүр етеді. Басқаша айтқанда, мен зейнет жасына арналған жинақтың 10%-ын салымшы ақшалай алуын ұсынамын. Я халықтың басым бөлігінің шотында жинақталған қаражат шынымен де аз, бірақ ана дүниеде ақша қажет болмауы мүмкін. Дағдарыс кезінде ел азаматтарына қаржылай көмек көрсету арқылы біз олардың әрі қарай жинақталуы және олардың кәріліктерін қамтамасыз ету үшін қажетті жағдайлар жасайтынымызға сенімдімін. Бұл шешім біреудің өмірін құтқарып қалуы мүмкін. Бұл мәселені пандемия кезіне дейінгі уақытта дұрыс шешім шығар деп ойланған үкімет бұл жолы зейнетақы зейнетке шыққанда беріледі деп ұсыныстан бас тартты. Шынында зейнетақыдан 10% салымды беру қазір ең ұтымды шешім болар еді. Шотында орташа есеппен 1 миллион теңгесі бар адамның қолына 100 мың теңгенің түсуінің өзі кризистің болдырмауға үлкен әсер болатын еді. Биліктің бұл нәрседен алшақтау болуының себебі белгісіз. Онымен бірге қорда жеткілікті ақша бар ма деген сұрақ қалып келеді. Одан басқа біз Тоқаев уәде берген шынайы статистиканы күтіп жүргенімізде Алексей Цой тосын сый жасады. Бұған дейін ол статистикада коронавируспен қатар пневмониямен ауыратындар қатар тіркелетін болады деп уәде берген болатын. Жаңа статистика 1 тамызда шығады делінген. Оның кешегі сөзінен кейін елде шынайы статистиканы үкімет жасай алмайды деген шешімге келдік. Оның айтуынша, Қазақстанда пневмониямен тіркелгендер саны шамамен 234 мың адам. Қайтыс болғандар саны 3327 адам. Бірақ оның қаншасы коронавирусқа қатысты екен анықтай алмайтындықтан, бұл уақытқа дейін ауырған, қайтыс болғандарды тізімге қоспаймыз деді. Сонда олардың түсінігіндегі шынайы статистикасы осы ма? Естеріңізге салсам, Цойдың уәделерінің ішінде бұл уақытқа дейін пневмониямен ауырғандардың сараптамасын Германияға зерттеуге жіберу болатын. Онымен қоймай статистика біріктіреміз деген күні коронавирусқа ұқсас белгілері болған науқастардың барлығы есептеледі деген болатын. Бұл биліктің статистикадағы мәліметті науқас емес, жай цифр секілді, оңды-солды бұрмалауы, елдегі нағыз жағдайдың көрінісін көрсетпеуі деп білемін. Немесе елдер алдындағы кезекті көзбояушылық. Журналист Вячеслав Абрамов бұл жөнінде былай дейді. Бұл Қазақстан елдегі эпидемияның нақты көрінісін беруге құштар емес екенін көрсетеді. Денсаулық министрлігі статистикасында бұл уақытқа дейін пневмониямен тіркелгендерді қосып, мәліметтерді біріктірген Қырғызстаннан кеңес сұрауына болар еді. Біз жағдай қаншалықты қорқынышты болса да, толық және ашық дерек беруіміз керек деген сөздің нағыз көзбояушылық екенін көрдік. Егер мемлекет расында ашықтық пен жариялықты қолдайтын болса, әуел бастан шындықты жасырмайтын еді. Сонымен қатар Цой елдегі жағдайдың дұрысталып келе жатқанын айтып, 2 апталық карантиннің нәтижесімен бөлісті.
Олардың дерегінше күнделікті өсім 4%-дан 2,3%-ға дейін төмендеген. Айыққандар саны 60%-да асқан. Жедел жәрдем қоңыраулары 31%-ға төмендеген. Реанимация төсек орындарының бос болмауы 12%-ға, ал ауруханаларда 81-ден 51%-ға азайды. Алда карантиннің жеңілдеуі болады. Оның ережелері кейін шығарады деп айтты. Біздің жағдай тұрақты. 1600-1700-ді ұстап тұр. Қазіргі күніне 1600 ауру жаман көрсеткіш емес. Әзірге болжау қиын. Бұл жағдай тұрақталады деп сенеміз. Негізінде біздің бұған дейінгі болжамдарымыз пессимистік болғанын көреміз. Біз үшін бұдан әрі не болатыны маңызды. Енді біз бұдан әрі не істейтінімізді, карантин шараларын қалай жеңілдететінімізді, осы жағдайды тұрақтандыру үшін не істейтінімізді жоспарлап жатырмыз. Карантин уақытша. Содан кейін қарапайым өмір басталады. Біз мемлекеттің жағдайы қандай екенін білуіміз керек. Уақыт 2 тамызға таяғанда жағдайды бағалаймыз. Егер жағдай жақсарса, карантин болмайды. Ал егер ауру мен өлімнің күрт өсуінің белгісі жағдайлары болса, біз үкіметке немесе мемлекеттік комиссияға оны ұзартуды ұсынамыз. Біз бұл карантин режимінің алғашқы нәтижесін тек 3-4 апта ішінде көреміз. Өйткені инкубациялық кезең 14 күнге созылады. Тамыздың ортасында біз 4 апталық карантин нәтижесін көреміз. Сол кезде шешім іс-әрекетімізді өзгертеміз. Сонымен қатар Қазақстан бірнеше елге гуманитарлық көмек көрсетіп жатыр. Үкімет Ауғанстан мен Өзбекстанға көмек көрсету туралы шешім қабылдады. Көмек ретінде шатырлар, көрпе-қап, жылы киімдер, сондай-ақ ұн, қарақұмық өсімдік майы және консервілер беріледі. Бұл басқа елдерге жасалып жатқан алғашқы көмек емес. Біздің ел Тәжікстанға 100 ИВЛ аппаратын гуманитарлық көмек ретінде береміз деп қоғамда түсініспеушілік орнатқан болатын. 100 ИВЛ аппараты шамамен 63,2 миллион теңге. Гуманитарлық көмек беруді дұрыс емес деп санамаймын. Себебі біздің елде ақш, Оңтүстік Корея, Қытай секілді басқа елдерден көмек алады. Алайда елде бұл аппараттарға мұқтаж көптеген адамды елестеткенде бұл өзге ел алдында атақ алып, көзбояушылық көрсету ме деп қаламын. Өз елінің азаматтары қырылып жатқанда, өзге ел алдындағы дәреже деңгейден не пайда? Елдегі соңғы жаңалықтар туралы менің пікірім міне осындай, ал сіздің пікіріңіз қандай? Міндетті түрде видеоның астына қалдырып, каналға жазылып, лайк басыңыздар. Сіздермен болған Әсем Жапишева, амандықта көріскенше сау болыңыздар. Yana